Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаңа Қазақстан. Біздің 45-ші хабарымыз. Эфирде бүгін дос көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қусан. Карантинге қарамастан оның әртүрлі болмысына, ұзартылуына, жұмсартылуына қарамастан, қалай болғанда да қоғамдық саяси өмір тоқтап жатқан жоқ. Толастап жатқан жоқ. Сол карантинге қатысты кейбір жария бұқара іс-шараларына қатысты тыйымдарға, шектеулерге қарамастан әлеуметтік жерде, ауыл аймақта, зиялы ортада, қоғамдағы ең өзекті көкейкесті мәселе талқыланып жатыр. Сондықтан біз апта сайынғы хабарымызды бастаймыз. Өз басым мына әріптестерімнің алдында айтарым, осы аптадағы оқиғалар көп, бірақ соның ішінде өзім бір мән берейін деп айтайын деп атқаным, ол шынымен де қоғамды дендеп, әрбір отбасына, әрбір азаматқа өзінің тізесін батырып жүрген жемқорлық мәселесі. Сол жемқорлық мәселесіне қатысты осы аптада президент Тоқаев жиын өткізді, өте жақсы сөздер айтылды, бастамалар айтылды. Меніңше белгілі бір дәрежеде осы 30 жыл бойы режим жемқорлыққа қатысты айтып жатқан ойларға бір жаңа бір тосын бастамалар айтылды. Бірақ Тоқаев мырза коррупцияны, яғни жемқорлықты әлеуметтік мәселе деді. Мен өз басым айтар едім, біздің қазіргі қоғамда, яғни демократия, әділеттілік және шындық болмай тұрған қоғамда бұл біздің коррупция ол саяси мәселеге айналып бара жатыр. Оның әртүрлі астарлары бар. Экономикалық жемқорлыққа келетін болсақ, ол әрине мына қаржыға байланысты біздің үкіметтің қызметіне қоғам тарапынан бақылаудың жоқтығы, әлеуметтік коррупция, яғни біздің әрбір отбасына қатысты ауыл әкімдігінен анықтама алудан бастап, белгілі бір тіпті жаңағы мемлекеттің тиесілі көмегін үшін, соны алу үшін пара беру фактілері. Құқықтық коррупцияны біз о бастан осы 30 жыл бойы айтып келе жатырмыз, яғни сот жүйесінің атқарушы билікке тәуелділігі және жаңа өзім айтқандай саяси коррупция, өйткені қарға қарғаның көзін шұқымайды дейді. Сондықтан жоғарыда отырған басшы, ол төмендегі өзіне бағынышты басшының қызметіне объективті баға бере алмайды. Яғни бізге тәуелсіз парламент керек, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары керек, ресми оппозиция керек. Яғни билік басындағы партияның бетіне жаңағы қарамастан өзінің бағасын беріп отыратын сондай партия керек деп ойлаймын. Міне жемқорлыққа қатысты менің алғашқы ойларым осы. Әріптестер, осы аптаға қатысты, осы тақырыпқа, басқа тақырыпқа қатысты қандай ойларыңыз бар? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен де жемқорлыққа байланысты Тоқаев мырзаның айтқан сөзін бір қарап шықтым. Енді мен ойымша бұл жеке бір хабардың тақырыбы сияқты да. Бұны жақсылап әлі де осы сараптай түсу керек, талдай түсу керек. Бірақ менің көзіме түскен мәселе нақты механизмді мен әлі көрген жоқпын бәрі. Бұл жерде жаңағы қоғамдық ұйымдарды, азаматтық қоғамды қатыстыру керек деген сияқты бұрынғы айтылған сөздер өте көп. Басшылардың жауаптылығы туралы көп айтқан, бірақ нақты бір жүзеге асатын, халық сенетін бір механизм керек еді. Мысалы, Америкада ол салық жүйесі. Салық жүйесі арқылы арам ақшаны қалай осылай олар ұстап алады. Бізде осындай нақты бір нәрсеге әлі дейін келген жоқпыз да. Мен ойымша келешектің мәселесімен сіздерге жаңағы Белорусиядағы әлі айқай тоқтаған жоқ қой. Соған байланысты соңғы бір көзіме түскен бір пікірлерді айтқым келіп отыр да, соған байланысты бір ойымды. Бұл мәселе көп адамдар енді осы митингі шеруден кейін не болады? Қандай өзгерістер болуы мүмкін? Кімдер жағы оппозициялық топ құрып жатыр? Үйлестіру кеңесі құрылды, 30-ға жуық адам, кейін 70-ге жуық адам болады деді. Бұлар қандай адамдар? Бұлардың саяси мақсаттары не деген мәселе. Шындығында осы белгілі бір орталықтың құрылуы қажет еді. Бұл енді табиғи жағдай ғой. Осындай халықтар шыққан уақыттарда соны ұйымдастыратын белгілі бір топ. Бірақ ол топ алдына не қояды? Белорусияның президенті Лукашенконы лақтырып тастап, біз жаңадан бірдеме жасаймыз деген майдан сияқты саяси мақсат қоя ма? Жоқ әлде
біздің сайлауды таза өткізуді талап етеміз, жаңағы митингке шыққандарды ұрып соқпаңдар, оларды босатыңдар деген бірінші күннің талабын қоямын, мысалы, бірінші А талабын ғана қоямын. Осы мәселе қазір көп сөз болып жатыр да, сол уақыттарда мен қазақстандық жағынан менің өзім жақсы білетін және сыйлайтын бір-екі адамның пікірін біліп қалдым. Олардың айтуы бойынша Белорусиядағы тамаша, енді жақсы деп тым тамаша деп айтпай ақ қой, бірақ жақсы жағдай ертең нарықтық экономикаға келген уақыттарда мына Қазақстан басқа сияқты коррупциялық капитализмге айналып кетпей ме? Қазіргі жағдайларың, әлеуметтік жағдайларың, экономикалық жағдайларың бізден жаман емес, бізден жақсы болмаса, ертең біз сендер қандай қоғам құрасыңдар, соңында ойланыңдар деген сияқты пікірлер айтып жатыр. Менің ойымша бұл жерде жаңағы бірінші мәселені қазір қою керек та. Белорусияның кейін қалай болатынын қоятын жағдай осы әділ сайлауға қол жеткізгеннен кейін болады. Оны әділ сайлау арқылы келген адамдар анықтайды, халықпен бірлесе отырып әділетті сайлау болса. Менің ойымша бірінші жаңа не дейді, аттың алдына арбаны жегудің қажеті жоқ сияқты, қазіргі Белорусиядағы негізгі мәселе бұл әділдік мәселесі сияқты. Бұл сайлаудағы әділдік, халықтың дауыс есептеудегі әділдік мәселені қазір бірінші орынға қойып. Әрине, онымен қоса жаңағы митинг шерулерді басудағы биліктің тарапынан алғашқы күндерде әсіресе қолданылған қатаң жазалардың бәрін тоқтату, кәдімгі не дейміз, адам құқығының сақталу мәселесі осы мәселеде қоса қойылады. Ал қазіргі кездегі жаңадан құрылған жаңағы 30 адамдық үйлестіру кеңесінің кейбіреулер Россиялық бағыттағы деп жатыр. Ал Россияның бұқаралық ақпарат құралдары бұлар Беларусь ұлтшылдары деп жатыр. Менің өз басым өкінішке орай Белорусияның социал-демократиялық партиясымен 90 жылдардың аяғына жақсы байланысты, бірімізге біріміз барып тұрдық, адамдардың көбісін танимын, олардың көбісі сотталды өкінішке орай, олардың партияларының басшылары. Бірақ мен ол жақтан ұлтшылдықты көп көрген жоқпын, мойындаймын. Украинамен салыстырғанда, басқа елдермен салыстырғанда, Беларусь ұлтшылдарының белгілі бір деңгейдегі саяси бағыттағы бас көтеру, немесе саяси мақсат қою мен өз басым астым. Беларусь тілі жөнінен, басқа жөнінен зиялы қауымдар айтады, бірақ оның мынандай саяси деңгейге көтерілген көрген жоқ. Сондықтан менде де, менің ойымша біздің бәрімізде де белгілі бір шындығында да сұрақ бар. Осы әділет үшін, сайлау әділет үшін көтерілгеннің аяқ жағында Белорусия қандай мемлекетке айналады және жаңадан құрылып жатқан оппозицияның алға қойған саяси мақсаты не? Осы бүгінгі күннің мақсатын шешкеннен кейін деген мәселе. Қысқасы мені осы мәселе көп ойландырып отыр қазіргі. Мен де Беларусьқа қатысты бір ойым, әрине мынау Беларусьтағы жағдайды бүкіл әлем, Қазақстан қазір бақылап отырмыз, ар жағы қалай болатындығы, енді осы теке-тірес жаңа комиссия отырысын өткізген күннің өзінде, бір шешім қабылдаған күннің өзінде ұзаққа баратын түрі бар. Оңайлықпен Лукашенко, оның режимі, оның күштік құрылымдары кете қоймайтын шығар менің ойымша. Десе де енді Беларусьтағы жағдай Қазақстан үшін бұл келінім саған айтам, қызым сен тыңда деген мәселе ең алдымен. Жалпы Белорусиядағы осындай қиын жағдайдан өзіміз Қазақстанда отырып сабақ шығару мәселесі. Әрине бұл енді демократия, биліктің ауысуы сияқты, сайлаулардың әділ өтуі сияқты түсінікті ақ жағдайлар. Бірақ мен мынау Ресейдің ықпалына назар аударайын деп едім. Жалпы бұрынғы Кеңес одағына енген республикаларға қазір путиндік Ресейдің барынша сес көрсетіп отыруы және іштей әлсірегенде, ол Грузия бола ма, кезіндегі Молдова бола ма, Украина бола ма, әйтеуір соларды экономикалық, саяси, ақпараттық басқадағы жағынан байлап тастау, сол баяғы Совет одағын қайта құру, қазір Белорусияда біз осы жағдайды көріп отырмыз. Сол теке-тірестің нәтижесінде Белорусьтағы ішкі жағдай өте шиеленісіп отыр. Лукашенконың билігінің қазір енді біреуге ұнасын, ұнамасын, бірақ әлсіреген сол билікті қазір тізе бүктіру шараларын Кремль қазір қолға алып жатыр. Енді Лукашенконы түрлі жағынан сынауға болатын шығар. Диктатор ретінде биліктен кетпейтіндігі жайындағы өте қатқыл авторитарлық режимді құрғаны тағысы тағы, бірақ оның оң тұстары да бар. Оның ішінде мысалы кезінде жекешелендіру бұл жүргізген жоқ. Олигархтардың жаңағыдай елді тонауына жол берген жоқ. Мынау завод, фабрика, кәсіпорындарын негізінен сақтап қалды, мемлекеттік меншікте. Мынау ең негізгі стратегиялық салаларды шетелдіктерге беріп қойған жоқ, оның жолын кесті. Енді қазір осы
әлсірегенін пайдаланып, Ресей экономикалық тұрғыдан қазір Беларусьтың осы активтерін қолына алып жатқаны, бастағаны осы әрекетті жаңағыдай бір тәуелділіктің өте үлкен қауіп қатері. Және әсіресе мынау Ресейдің ақпараттық қысымы Беларусьға жасап отырған, ойына келген жасап отыр. Керек болатын болса айдап салады, керек болатын болса Лукашенконы қолдап шығады, бірақ Беларусьтың ақпараттық идеологиялық тұрғыдан әлі де сол орыс әлемінің құрсауында қалып отырғаны, оның жаңағыдай егеменді, тәуелсіз, дербес саясатын жүргізуге ол Лукашенко бола ма? Ол Лукашенконың қарсыластары оппозиция бола ма? Тихановская басқалары барлығының жолын кесіп отырған осы Ресейге тәуелділік. Тіпті қазір сол оппозициясы билікке келген күннің өзінде Беларусьтың қазір Ресейдің құрсауынан шығып кету өте неғайбыл мәселе. Сол баяғы орыс әлемінің ықпалында қала беретіндігі. Бұл тұрғыдан менің ойымша Қазақстанда сабақ шығару керек. Осындай тәуелділікті экономикада, басқа салаларда, саудада мейлінше шектеу, мейлінше басқа әріптестермен алмастыру, және бірінші кезекте менің ойымша тұрған мәселе бұл Ресейдің ақпарат көздерін шектеу. Бұл енді 10-15 жылдан бері айтылып келе жатқан тақырып, бірақ ешбір алға басу жоқ. Әлі де Қазақстан, әсіресе орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, сол Ресейдің ақпараттық тәуелділігінде отырған жағдай. Бұл өте қауіпті жағдай екен. Біз сол Украинадағы шабуылдардан кезінде, Грузиядан, қазір Беларусьтан көріп отырмыз. Сондықтан енді қолымызды мезгілден кеш сермемей, қазір алдын ала осындай мәселелерді меніңше ұлттық қауіпсіздікке тікелей қатысы бар мәселелерді қарастыру керек. Енді тағы бір мәселе, жаңағы Әбекең айтқан жемқорлық мәселесі. Шынымен ақ енді президенттің айтқан сөздерін, тапсырмаларын мен де тыңдадым. Енді ойға қолымда кейбір пікірлер бар. Оның ішінде мысалы сол жемқорлықпен бас бостандығынан айырылған шенділерді мерзімнен бұрын босатпау жайындағы ұсынысы. Себебі қазір сол жемқорлар заңнан, соттан қорқуды қойды. Отырады, 1-2 жылдан кейін өтіп бүйтіп шығып кетеді, құтылып кетеді, тағы меніңше жөнді нәрсе, бірақ енді дос ағамен келісуге мәжбүрмін. Көбіне біздегі осы жемқорлыққа қарсы науқан, күрес бір имитация сияқты. Рас бізде енді жемқорлықларға қарсы қабылданған заңдар, баптар, оларға онымен күресетін түрлі мемлекеттік орындар бойынша Қазақстан әлемде бірінші орында шығар. Бірақ нәтижесіне келгенде көбінесе ол имитация. Былайша қарағанда енді әлемдік тәжірибе өте қарапайым дүниелер. Жаңағы досаға айтқан салық жүйесі бола ма, сол арқылы қадағалау. Болмаса басқа әлемде қабылданған бұл кіріс шығыс декларациялары шенділердің қанша ақша тапқаны және қаншасы емденетін жайлы, шығыс пен кіріс. Бұл жайлы қайта 10-15 жылдан бері айтылып келе жатыр, жыл сайын бұл қайта шегеріледі. Қазір сол қателеспесем 2024 па 2025 жылға қалдырылып отыр. Осындай қарапайым дүниелер егер бір саяси жігер болатын болса, сондай ұстаным болатын болса, имитация емес, шынымен коррупциямен күресеміз деген. Бұл мәселені меніңше шешуге болады. Және тағы бір жаңалық, енді бұл Ресейден келіп отырған, осы күні кеше бұл жердегі ең енді жетекші оппозиционер саналатын Навальныйдың жаңағыдай Навальныйға жасалған қастандық, оған удың берілгені, соның нәтижесіне комаға түскені, меніңше бұл өте Ресейдегі саяси жағдайды, бүгінгі Ресейдің басшылығының қандай әрекеттерге баратын тағы бір көрсететін жағдай. Өкінішке орай бірінші рет болып отырған осындай қастандық емес. Қарсыластарына, оппозицияның өкілдеріне, тәуелсіз журналистерге у беріп, осылай есеп айырысу. Қаншама адам өлді, қаншама адам жаңағыдай мүгедек болып қалды, зардап шекті. Кезіндегі Скрипаль сияқты, Литвиненко сияқты, тағысын тағы. Және осындай әрекеттері өте жабайы, өркениеттілікке ешбір жатпайтын. Бұл жалпы бүгін Ресейдегі осындай қалыптасқан саяси жүйенің, Путиннің шын мәнісінде қандай адам екенін көрсететін меніңше қосымша бір сипаттама. Және бұдан да менің ойымша осындай көршімізде жаңағыдай іштегі оппозициясына осындай әрекеттер жасап отырған елмен меніңше байланыстарда өте қырағы, өте сақ болу керек. Жаңағы Қарабайыр кәдімгідей
қастандық кәдімгідей ашық жасалады деп жаңағы. Шындығында бұл саяси тәсіл. Мысалы жаңағы Алтынбектерді, әйтпесе Заманбектерді атып жаңағы жатқызып қойып деген сияқты ғой. Бұл қорқыту, келешектегі осындай күреске шығатындар қорқыту. Әйтпесе ымын-жымын білдірмей неше түрлі жаңағы радиация бірдеңе қолданып өлтіруге болады. Бірақ жаңағыдай қылып, не дейді, халыққа көрсетіп, бір бандиттік түрдегі өлтірудің түрі, бұл басқаларды қорқыту есебіндегі әдіс тәсіл деп ойлаймын. Келсем, ол Навальныйға қатысты бүкіл дүние жүзінің шулап атқанның өзінде сол оның Путиннің Кремльдік режимге бірден бір принципті түрде қарсы шығуын азамат ретінде және талантты түрде Ресейдегі жемқорлықты жария етіп бүкіл әлемге паш етіп жатқан азамат қой. Әрине ол демократиялық либералдық көзқарастарын қолдаймын, бірақ ол азаматтың кейде бір шовинистік тұрғыда, әсіресе мына Ресейдегі бір ұлттық этностарға қатысты әңгімелермен өзім қолдамаймын. Бірақ енді оның әр азаматтың өзінің ойы бар шығар, бәлкім ол Ресейдің бір патриот ретінде айтқысы келетін шығар, бірақ жалпы демократиялық тұрғыда бүкіл әлемнің алаңдап жатқанда ол Путинге, Кремльге сын ғой. Әйтпесе Қазақстанда да талай құйтырқылар болды, Доске, Расул білесіздер. Қаншама біздің Заманбегіміз бар, Алтынбегіміз бар, Батырханымыз бар. Батырханның Бәрімбеттің мысалы өлімі өте құпия, біз ол кезде өте жақсы араластық. Әркім әртүрлі айтады, біреулер кездейсоқ болды дейді, автоапаты, бірақ ол кезде Батекен үлкен, сол Алға партиясының үлкен көсемдерінің бірі болып жүрді. Сол тұрғыдан алғанда бәлкім ол қылмысты ертең ашыла жатар. Басқа да азаматтар бар, Асқат Шәріпжанов бар мысалы. Оған дейін де біраз адамға қоқан-лоққы жасалды ғой, енді әртүрлі. Оның ішінде бізде бармыз. Соны айтайын деген мына жеке персоналарға кеттік қой. Мені осы аптада өз басымды ауруханада жатсам да толғандырған бір нәрсе Айсұлтан Назарбаевтың өлімі. Яғни тұңғыш президенттің немересі, қазақтар жиені деп кейде бір әлеуметтік желіде дұрыс қой, енді Әлиев қой, енді былай сүйегіне келсек. Сөйтіп айтады, бірақ саяси тұрғыда ол меніңше өте трагедиялық азамат болды деп ойлаймын. Енді 30-ға жетпей кетті ғой, жап-жас. Ең басты менің өзім айтарым, енді кезінде олардың саясатқа араласуына біз қатысты мақалада жаздық, пікірімізді айттық. Менің айтайын дегенім, қалай болғанда да бізде тұңғыш президент туралы заң бар ғой. Сонда оның отбасы мен айналасына қатысты денсаулығына, жеке өміріне қатысты құпияға жариялауға тыйым салынған. Сондықтан Айсұлтанның феномені сол тыйымды бұзып, ол ауырып жүрсін, ауырмасын, жастық бір романтизм болған шығар, бір амбициясы болған шығар, білмеймін. Бірақ әлеуметтік желі арқылы танылғанын айтқым келіп отыр. Яғни сол әлеуметтік желі арқылы ол өзінің кейбір кереғар, қарама-қайшы, кейде бір адам түсіне бермейтіндей ойларын айтты, дүрбелең туғызды, талай бір өзінің посттарымен әлеуметтік желіде сөйтіп танымал тұлғаға айналып кетті. Қалай болғанда. Сондықтан әрине әркімнің отбасына қатысты сын айту қиын. Бізде енді бүкіл әулетіне азамат ретінде, қазақ ретінде, мұсылман ретінде көңіл айтамыз ғой. Бірақ қалай болғанда да Айсұлтан 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні өзінің атасының құрған жүйесінің құрбаны болып кетті. Яғни, егер де осы жүйе болмағанда, Айсұлтан спортпен айналса ма, бизнеспен айналса ма, өзінің қатарластарының арасында өз дарын, қабілетін көрсетіп, бәсекеге түсе ма, белгілі бір дәрежеде денсаулығы түзу бола ма, мен білмеймін. Бірақ қалай болғанда да, сол Айсұлтан әлеуметтік желіге танымал болған кезде өз басым, сіздерде байқаған шығарсыздар, осы баланы, осы жас жігітті бір саяси ойындарға араластыру, ықпал ету, бәлкім кешегі өзінің талай саяси репрессияның мұрындығы болып, баршамызға тізесін батырған әкесінен өш алғысы келген адамдар болды Марахат Әлиевтен. Мына осы күнге дейін спикер болып, мемлекеттегі екінші адам болған анасы Дариға Назарбаевға қатысты оның бір дұшпандары пайдаланғысы келді ме, әлде оның Ресейде емделіп деген әңгіме болды, сосын шетелде емделіп деген әңгіме болды. Сондағы белгілі бір ықпалды күштердің Қазақстанға геосаяси ықпал жасағысы келді ме, өйткені ол отбасының мүшесі ғой.
ол біз білмейтін, журналистер білмейтін, керек болса құзырлы органдар білмейтін құпияны біледі. Яғни оның білетіні ертең біздің мемлекеттік мүддемізге ықпал ететіндей болды. Мен білмеймін ол жағын, бірақ қалай болғанда да обал. Және саяси жүйенің құрбаны болғаны ол үлкен. Мен өз басым мысалы сол азаматқа аяушылықпен қараймын. Әрине әкесі бізге талай қоқан-лоққы жасады, бірақ енді ұлы баласы әкесі үшін жауап бермеді ғой, бірақ обал. Өзі бір кейбір сөздерінде де сондай бір рухани мәселелерді айтқысы келді. Бәлкім ол үшін біреу жазған да шығар, бірақ қалай болғанда да сол Айсұлтанның өлімі біздің мына саяси жүйенің бір тағы да бір келеңсіз, тек қана нөмірі бірінші отбасы деп шетелде айтады ғой, онан емес, әрбір қазақ отбасына әсер ететін саяси жағдайға тағы да бір баға беруімізге мүмкіндік береді. Бұлайда жалпы мен өзім Рахат Әлиев туралы әйтпесе жаңағы Айсұлтан туралы мәселеге айтудан бас тартам да, бұл жеке жаңағы бір семьяның, трагедиясы, бір жеке семьяның мәселесі ғой. Менің ойымша Айсұлтанның қоғамдық деңгейдегі шыққаны тек қана жаңағы өзінің атасына деген қарсы бір көзқарастары, соның жаңағы былықтарына байланысты кейбір жазған мәселелері деп ойлаймын да, бірақ әңгіме емес сияқты. Менің ойымша әңгіме тектілік деген сөз бар қазақта. Баяғыда ханның не сұлтанның балдары 16-17 жасында атасынан бата сұрап, мен жауға шабайын, елім үшін, жерім үшін деп айтады екен. Ал мынау жігіт жасы 30-ға келді, аяғында шындығында да наркоман болып қайтыс болды ғой енді. Артың жақсылығын берсін. Дегенмен, бұл жаңағы бізді басқарып отырған отбасының атасынан бастап тектілігінің сыйқы деп мен өз басым ұғар едім да. Дәл жаңағыдай елге үлгі боларлықтай өмір сүрген жоқ өкінішке орай. Себебі жаңағыдай ортада тонаушылар, жаңағы байлыққа құмар, билікті қолынан жібермейтін ортадағы шыққан немеренің, жиеннің өмірінің осылай аяқталған, бұл да бір белгілі бір заңдылық шығар деп ойлаймын. Қорқа ойлаймын, бірақ бәрі сондай ой маған келеді. Сондықтан мен өз басым оны бір батыр да, бірдеме демеймін, ол осы жүйенің біздер сияқты бір құрбаны, бірақ ол қасында болғаннан кейін барып, оның тәрбиесінің бәрі де солар арқылы болып, соған мүмкін іштей белгілі бір қарсылығы болған шығар. Бірақ өмірдің заңын өзгертуге болмайды, ақыр аяғында сондай неге келді, мәресіне солай жетті деп ойлаймын. Мен енді тағы бір мәселе, біз енді ылғи соңғы бір 10-15 кездесуіміз бойында ылғи көтеріп жүрген тақырып, әлі күнге шейін өзектілігін сақтап отырған бұл коронавирусы. Әлбетте, осы індеттің әлі ешбір шегінбей отырғаны, енді түрлі статистикаларды көріп отырмыз. Кішкене саябырсы дегендей болжам енді бағалаулар бар десе де, менің ойымша жағдай әлі де мүшкіл. Әлемде де, Қазақстанда да осы коронавирусқа қатысты, оның статистикасына байланысты болжамдарда енді көңіл көншітпейді. Өткен жолы әлеуметтік желілерде мынау денсаулық сақтау министрлігінің бір инсайдерлік болжамдары келтірілген болатын. Өте қорқынышты, қаншалықты шындыққа жанасады, не жанаспайды, енді бұны әркім өзінше шешер. Бірақ осындай болжамдар осы медицина саласының, инфекция саласының мықты мамандары Қазақстандағы, шетелдегі жағдайдың әлі де қиын болатындығын, алда келе жатқан күзде бәлкім тағы бір толқыны болу мүмкін деген әңгімелерді айтып жатқандығы, менің бұны қайта назарға алып жатқаным, бір әрине қоғамда адамдардың өзінде бір шаршағандық бар да, осы енді шектеулерден, коронавирустың өзінен, осындай жағдайдан тезірек шықсақ деген бір меніңше босаңсу да бар сияқты. Десе де менің ойымша әлі вакцина ойлап табылмаған жағдайда, басқа енді мықты емделу амалдары әлі де тиісті дәрежеде болмағанда,
қолдан келетіні бұл сақтану мәселесі. Меніңше сол босаңсу қазір бар, мынау көшеге шыққанда сол маскалық режимді сақтамау сияқты, түрлі бір жиындарға бару сияқты қайта басталған сияқты. Мен қайта айтар едім, әлі де сол сақтық шараларын сақтау, әлі де бір қауіпсіздік мәселелеріне ден қою сияқты мәселелерді ұмытпасақ, соларды бір ескеріп жүрсек деген бір тілек. Мен толық қолдаймын, Расул. Бірақ сонымен қоса менде бір оптимистік өзім жеке көзқарасым бар, да. Біріншіден, кез келген індет, ең соңғы індет бұл испанка ғой, енді испан тифі дейді, 18-19 жылдары. Кез келген індет бір жыл, әрі кетсе 1,5 жылға ғана созылады, да, егер былай қарасақ, соңғы жылдары болып жатқан. Енді анау локальный әр жерде эбола, тағы басқаларды айтпай-ақ қойған уақытта. Себебі адамның организмі сосын сол уақыттардағы, не дейміз, жағдай белгілі бір деңгейде адаптацияға түседі екен бәрі. Сондықтан мен бұл індетті енді 2 жылға кетеді деп өз басым ойламаймын да, белгілі бір организмнің адаптацияға түсетін кез келген сияқты. Сондықтан бұл жайлап өзінен өзі, менен жаңа айтқанды мен де көрдім, қараша айында бұл одан да көп індет өзінің жаңағы алатын алып кетеді деген сияқты негативті белгілі бір болжамдардың болып жатқан. Мен енді соны сәл-пәл осы оптимистік бағытта болады ма деп ойлаймын да. Екіншіден жаңағы айтып жатқан мәселе індеттің енді көп уақытқа созылмайтыныменен екінші жағы өзіміздің адаптациямыз арқылы менің ойымша. Бірақ әрине жаңағы өзімізді сақтану шаралары менің ойымша әлі керек десеңіздер індет бітті дегеннің өзінде ол сақталынып қалады. Өйткені біз сәл-пәл осыған үйрендік. Өйткені әуел кезде сенбедік, кейін Құдайға бардық, тойға бардық. Онан сайын қырыла бастаған уақыттарда менің ойымша халықтың өзіне келді. Анау баяғыда машинада ременді тағасыңдар дегенде тақпаймыз деп жүрдік қой, жаңағы шамамыз келгенше тақпауға тырысып. Кейіннен қарасақ өзімізге сол керек екен, бұл өзіміз үшін екен. Менің ойымша бұл да сондай жағдайдан қазір өткен сияқтымыз. Карантин дегенді тоқтатқанның өзінде менің ойымша халық өзін өзі ұстайтындай бір жаңағы сенімге, сондай қадамға баратынына мен өз басым сенемін. Олайым солай болсын деп. Дұрыс, енді біз апта сайын хабарымызда ковидті айтпасақ болмайды ғой. Шынымен де қазір халықты, қоғамды мазалап отқан ең басты мәселе. Өзіме ұнамайтыны мына медициналық реализм мен биліктің идеологиялық апологиясының арасындағы алшақтық. Мен осы аптада ана жолы әлеуметтік желіде жаздым. Осы анам бір ауырыңқырап, сырқаттанып, біраз емханалардың жағдайымен тікелей жедел жәрдемнен бастап өз көзіммен көрдім. Мына аяғым сынып, өзімде осы бір апта ауруханада жаттым. Айтайын дегенім, бізде кейбір дәрігерлердің айтуынша осы ковидке барлық миллиардтар жұмсалып, барлық баса назар аударылып, басқа оперативті түрде емдеуді қажет ететін біздің сырқаттар ұмытылып бар жатқан сияқты. Мамандардың айтуы, меніңше осы бір жақтылықтан билік құтылу керек, өйткені өмірде адам тек қана ковидпен ауырмайды, оның басқа да 99 сырқаты бар. Екінші мәселе, мына шектеу мен тыйымдардың өзі, мен келсем, доске, Расул, біздің өзіміздің қоғамды қалай болып жатқанда тәрбиелеп жатыр ғой, өзгеріп жатыр қоғам. Тіпті сол бұрынғы өзіміздің жаңағы астамшылдығымызды, көзбояушылығымызды, тойымсыздығымызды, мақтанпаздығымыздың өзіне тыйым салынып жатыр, өткенде хабарда айттық. Ал енді осы ковидке байланысты мен көбінесе осы доске, сіз мамандарды айтып жатсыз ғой, мен шетел мамандарын көп оқимын қазір. Қалай болғанда да мен сіздің жаңағы оптимизміңізбен онша келіскім келмейді. Өйткені Франция, Англия, Германияның өзіндегі, Американың өзіндегі кәдімгі мамандар әртүрлі пікір айтса да, бірақ тоғысып келе жатыр. Өйткені қалай болғанда да мутация бар дейді. Қалай болғанда да вирустың өзі де өзгереді. Сіз айтқан испанканың болғанынан кейін қаншама ғасырлар өтті. Сондықтан ел аман болсын, халқымыз аман болсын, қазағымыз аман болсын. Қалай болғанда да мың өліп, мың тірілген қазақ бұл осы індеттен де аман шықсын. Біздің хабарымыз жалғасады. Апта сайын ковидтен бастап басқа да мына қоғамдағы індеттерді, қоғамдық, саяси, экономикалық індеттерді біз талқылап отырамыз. Осымен уақытымыз шектеліп қалды. Эфирде болған жаңа Қазақстан жобасының 45-ші саны.
Хабарға қатысқандар Дос Көшім, Расул Жұмалы, Әміржан Қосан. Келесі кездескенше рахмет.